Бұл ойында оқушылар 2 топ болып сайысады. Барлығы 20 тапсырма берілген. Оқушылар құпия ұяшық ойыны арқылы тілек сөздерді оқып, ұяшықты ашып, жылдамдатып жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпайдан қосылып отырады. Мұнда көріп отырғандарыңыздай, жоғарыдағы ұпай ұяшығын басып, оқушылар есеп шығарумен қатар өз тобына ұпай қосылды да ұмытып жатқан жоқ. Келесі сабақтан үзінді жүрекшелер ойыны арқылы өрнектің мәнін табады. Бұл тапсырма оқушыларға қуаныш сыйлайды, өте қызықты. Келесі тапсырма балмұздақтар ойыны. Балмұздақтар ойыны балаларға өте қатты ұнайды. Тапсырмаларды ауыстырып барлық пәнге қолдана беруіңізге болады. Бұл ойынды қорқақтап, өзіне сенімсіздік танытып отырған оқушымен ойнатуға болады. Себебі астында дайын жауаптар тұр. Сол жауаптарды тек сәйкестендіру ғана. Келесі ойын түрі машина жарысы. Бұл да өте қызықты, балалар қызығып ойнайтын тапсырмалардың бірі. Әсіресе ер балалар таласып орындайды. Байқасаңыздар, әр дұрыс жауап сайын машина алға жылжып жүріп отырады. Мақсаты оқушы қателеспей жылдам жауап беріп, өз машинесін мәреге бірінші болып жеткісе, сол оқушы жеңімпаз болып атанады. Бұл жерде қызыл машина алға кетіп барады. Демек, қызыл машинаның иесі жеңімпаз. Келесі ойын фотоаппарат ойыны. Бұл да өте тамаша ойындардың бірі. Оқушы жылдамдығына жылдамдық қосады, тез ойлануға үйретеді. Бұл жерде 2 амалдан тұратын есептердің жауабын тез тауып, жауабын айтып жарысып орындайды. Тапсырма күрделі, соған қарамастан оқушылардың жылдамдығы өте тамаша.